Неожиданно. Неожиданно, спасибо. Хайли кеш, достар, таза стендапқа қош келдіңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар, жазыңыздар, қолдаңыздар. Біз решил факенный шлоу. Қалай жағдай? Нормально, бәрек үйрі орт тұрышты ба? Не, видео қатып атқан жоқ, мен өзім шайып атырым. Қарай бер ютубында. Біз бастаңыз, құрмет достар. Құрмет қошеметтеріңіз, достар. Алға шығатын резидент Нұрлан Сабуров, құрмет қошеметтеріңіз. Жоқ ол. Жоқ па? Онда Мирас оқи тұрсын. Мирас, құрмет қошеметтеріңіз, достар. Добрый вечер. Менің атым Мирас. Мирас! Жәнек суға сап тұра, соны неге айтпайсың? Әлі қорқасың ба? Қорқам. Менде семьям бар. Сол маған неге айтшы, әкімге айтшы бар. Всем привет, қалайсыңдар? Всем привет демекші, бәді агентте андай балдар болды ғой. Танымайтын өмірінде көріп көрмеген қызға привет жүресің ба деп жүреді. Қыз тұрып привет білмеймін дейді. Азда ойланатын болып тұр ғой. Маған бір апта уақыт бер, ойланайын дейді. Сосын бір апта деген жазады, мен көп ойлана келе жауабым жоқ дейді. Сен анаң қалай яден деп түсін? Анаң қарапайым авасында фотошоп қой, картинка иттің сөйлеп тұр. Иттің құрбыларың кіммен жүріп жатсың десе, алабаймен дейсің ба? Зато еркек. Жалпы қыздар жазып жатқан жігіттің страницасына қараңдар бірінші. Ананың город деген жерде Новосибирск деп тұр. Сенен алып тұр. Сенде жер жаннаты Сопақкөл деп тұр. Сен білесің ба, Сопақкөлдің туристқа шықпайтынын? Адам түсінбейтін қыздар болады, индирайверде отырып алып 300 теңге дейді, хочу шоколад дейді. Давай, қыдырайықшы деп қоятындар бар. Давай, қыдырайықшы дейді. Құрметті қыздар, түркпа көріппен индирайвер шатыстырмаңдар. Индирайвер напақа табатын жер. Жоқ, базар жоқ. Түркпа тоже напақа табатын жер шығар бөлер үшін. Бірақ мияқтың напақасы адал. Бірақ не дегенмен қыз болған өте қиын негізі. Біреуге ұнау керексің, өзің ұнатсаң айта алмайсың, ол намек түсінбейді, әлде жет оқи ма? Сосын неге мектеп кезінде толық қыздар волейболды қатты ойнайтын болды? Ударлар жорсткий еді ғой кәдімгідей. Анау-мынау балаңды алып тастайды. Сосын андай тренировкаға барып жүрген балдар болады. Футбоксын шешіп тастайды, айнаға қарап фото түседі, кіндігін смайлик бір жоқ қойды. Өзінше әуретін жапқан тұр ғой енді кісін. Сонымен түйіп качок балдар фотоға түсіп жүрген. Өйтіп түспеңдер. Мен сендерді көре алмаймын. Егер мен дәл солай өзімнің арматурада емімді көрсетіп фотоға түсетін болсам, мына жерінде емес, мынаның бәрін жау керек па смайликтен. Оның сыртынан қабаттап кәдімгідей. Качок балдар өзінің салмағын күтініп жүреді, уайымдайды. Арық балдарға бәрібір. Салмағы 40 па, 13 па. Арық балдар соңғы рет салмағын қаша өлшеген білесіңдер ме? 10-ші класста өлшеген военкоматта былай шауып жүретін кезде. Мен сол кезде өлшедім. Сол кезде салмағым 36 болды мен. Қазір енді өстік қой құрсын. Қазір семірдік 36-800 қазір. Бұл сиіп баратын жамын. Қарын шыққан ба? Қозғалудан қалып көкірсін. Семіздікті қойған өтеретін деп қоймасай. Көктем келіп, қыздар қысқа киініп бастайды, как будто андай баннерлер сияқты. Біз ашылдық, мы открылись деген. Құрметті қыздар, мен сендерге бірдеңе айтайын. Өз арамызда қалсын. Егерде өздерінде бар нәрсені жасырсаңдар, ол жұртқа қызық болады. Ол не нәрсе деп көргісі келеді жұрттың бәрі. Ал сразу ашып тастаңдар, бір қарайды, ары қарай қызық емес уже. Айтқым келгені, бір-бірімізге қызық болып жүрейік. Менде осымен болды, Сопақкөл. Вы лучшие. Шықпаймыз ба? Қалаға бармаймыз ба қызға?
Мирасқа қатырақ шапалақтарыңыз, құрметті достар. Келесі шығатын стендапер сіздерге бізден сюрприз болсын, құрметті достар. Фемида Азамат Жадырасынов, құрмет қошеметтеріңіз! Ана деген ұлы асыл қазына ғой негізі. Сондай немес пе, ну? Жен, анаға тағзым емес пе, не? Қалайсыздар? Мен есім Азамат. Мен памятім нашар. Мен атым Азамат. Ладно. Оралда не жаңалық? Оралдықсыңдар ма, негізі? Орал тыныш па бәрі? Митинг болды да Қазақстан бойынша қыста. Байқайсыңдар ма, митинг бәрі қыста болады ғой. Ершақ қылып тоңып, жазда жасау болады ғой, мысалы. Иш шығатындары бар, иә, ладно. Митингте үйінен қазан алып келетіндері не? Өтеді солар маған бар. Мен дос балам бар, Есбол деген. Сол жаңа киіз үй құрысуға атсалсын митинг. КМБ оның өмірін решать етіп атсалысады. Жалпы біздің елде не көп қазір? Кім айта алады? Кім нарға тілі келеді? Блогерлер көп, байқайсыздар ма? 10 адам тұрса, соның ешқайсы блогер емес, бірақ блогер сияқты жүреді. Дұрыс қой, блогер көп. Өте көп біздің елде блогерлер, мен оларды көре алмайым. Биттеріне де айтам, көре алмайым сендерді. Блогерлер бар ма араларында, осы жерде отқан? Таперім шапалақты. Блогер болсы келеді, өскесін. Өскесін блогер болсы келетіндер бар, ННН болды, Нойготқа ем парандар да бар. Барымыз атақ. Мә. Қайда? Сіз Украинаның ай елмесіз бе? Қан киіммен атқа. Сіз блогер бола беріңіз, мен Алла разы болсын, мен сізді қолдайым. Деп реск секіргізім деймін. Біріміз жақсы көрейік, мен сізді жақсы көремін. Байым бар, Не в том смысле, бәрі жақсы. Мен мына микрофон жақсы көремін, мысалы. Микрофон айтпайды ғой, мен байым бар деп. Ол айта алмайды өткен, зат қой. Білет шығарсыз, блогерлер білем екен ондай туралы. Диплом бар ма сіздерде? Көк цвет болады, қызыл болады. Блогерлер бәрін алдайды да. Именно сіз бес. Неге айттыңыз блогермен деп, үндемей отыра бермеңіз. Ғарышкермін деп отыра бермеңіз. Майкап жасайым деп. Блогерлікпен мақтанатындар түсінбеймін. Біздің елде халықтың өзінің кесірі бар. Бәрін тез қалайды. Суши 5 минутта келу керек саған. Оны істеп атқан Әбжан деген кісі, ол обидно ғой мысалы. Ол мысалы Зачагансқта тұрады ол. Ол дайындаған өзінде жаңағы. Сән демек оны резко апарып бере алмайды ғой. 14-сіне газ құяды мысалы қарапшы. Тез қалағысы келеді бәрі. Блогерлер ертең мынандай шығып жақты. ННН тұрады, жанында Сеймо мен Байзақова. 9 ай бала көтеріп шаршадың ба? Мен саған 3 күнде егіз табатын баланы үйретем. Олсын свайп жаса. Сол апашкілер бар жасайтын свайп. Коммент жазады, мен көтердім шынымен 3 күнде босандым, 2 балалы болдым деп. Мә Гүлмира қалай деп жазып кетесің апа. Мен жеңгем соған қатысқан сияқты бір. Біздің үкімет блогерлерді көреді да, біздің елде бәрі жақсы деп ойлайды ғой үшін. Потому что блогерлердің историясында бәрі біздің елде натури жақсы. Машина дейтін адамның түрлері болады ғой, білесіздер ма? Опеле дейтін ағалар болады ғой. Сары мұрты бар. Негізі қара мұрты, темекімен сарғайып кеткен. Очки киеді, лупа. Мына жері көк изоленттелген. Темекі шегеді. Стендаптамын. Аза оқып жатыр. Все, давай.
Жаңа опеле дейтін аға. Не қылдың сен? Просто батя опеле дейтін еді ғой сен. Темам бір жүру керек болды деп. Сол ағалар жаңағы опеле дейтін ағалар темекі шегеді. Салонда. Любой адам шешесінен боқтай беретсін. Болады олсын дейді, Део Нексия дейтін ағалар болады ғой, арық. Туберкулезбен ауырған бір. Классында жетінші шеф болған. Сөйлеспейді сенімен, шама үркіп тұрады сенен. Аға, қай руыңыз болады? Машина қай жылысы? 90. Каспий голд айтып жібересіз. Мен жазып қойған. Сосын байқайсыздар ма? Альфард Ипсум деген машинаны тек сақал барлар дейді. Су жоқ ішіп жіберетін, ауыз ашып жіберетін десек. Эмоция беріп ашып жіберсін. Бір орыс көрген жоқ па Альфард айдап баратқан? Олар тартып алсақ, сен лайық емес, айдауға. Еще сен лево рулька, право рулька ғой, светофор ойып тоқтаған кезде қарайды осыған бейді. Біресе бүлдіріп қойған. Гаиден өтіп қорқпайсың ғой. Жалпы қандай машина айдап жүрсек те адам болып жүрейік. Четеністе дейтін балалар бар ма араларында? Неге светофорда қатайып тұрады сонда? Бушак түсіп. Сол машинаны бір жеті көрім, брат, тут 70 бары деп алып кетті ғой сол бала. 20 мың теңгеге звездочка Титаник салып тастап, қасында Самат деген дос баласы бар. Бас киім бейт қайып тастаған, ауызда насыбай. Иншалла деп қойды еще. Сол 14 мен жүрген балалардан Альфардтағы браттарға беріп жүру керек. Қанша қаржы жүрсін. Маған бір сұрақ бар, қызық. Осы Тоқаевтың руын білет? Ешкімге керек емес қой да? Руы, то есть. Президент керек қой бізге. Ертең КМБ келіп тұрмасын, мен де есболды спискінде жүрмейді. Әділетсіздіктер көп. Адамға қарағанда қазір жануарлардың құқығы қатты қорғалады. Мысалы біздің есбол десек. Ерген деп. Гасия дейме жаңа айтты оны, айтты өйді. Білмеймін, түсінетті де орал. Мысалға сен адамды ұрып жүрсең, немесе өлтіріп алсаң, 7 жылдан 9 жылға сен. Ал сен жануарға қорлық жасасаң, сен 19-18 жылға сен сотталады екенсің. Ал Америка кейбір елдерге санкция жариялап тастаған. Мысалға Польшада бір кісі, тыңдап тұрсыңдар, шомбай несіне келген. Итті мосттан лақтырған үшін Польшаға санкция жасап тастаған 2 жылға. Трамп бар ғой, біздің ауылға келсе жаңа. Мен Төребек деген нағашым бар. Ішіп алса ит атады анау. Біздің Қазақстанға санкция жасап тастауы мүмкін. Сосын Тоқаевке ұрсатсақ біз Төреге. Не қылдың сен? Айфон кірмейді деп жатыр ал енді біздің елге. Мен білмей қалым, соттас енді Трамппен жейім шық енді деп. Төреге адвокат жалдап Трамппен соттасып жейім шығады, бірақ Төреге ақыр соңында. Сотта соңғы сөзіңіз дегенде, мен жеңуім керектің себебі ол итті атқан себебім ол балапандар жек қойды. Ал балапанның құқығы иттен жоғары деп. Ауылдың 68 жылғы ағасы Америка президенті ұтып кетеді сияқты кәдімгідей. Прикол да? Сондай мүмкін емес қой, бірақ Төреге танымайды ғой Трампты. Жалпы стендап деген жақсы ғой. Рахмет, достар. Құрметсіздер, ендеше соңғы шығатын стендаперіміз. Келе шығатын Темірлан, әр резидентті күлкілі қып қауалауға міндетті емес. Темірлан шыға берді ой.
үйге бара берейін ба, не істеймін? Жадыра жағаласпаймыз, короче, кесіп алайық. Сен маған тиіспейсің, мен саған тиіспеймін. Мен әйел сыйлау дегенді білмеймін. Шығам, зік болды. Арма қазақ ағайын тойшыл қауым. Жазда жедік қарбыз қауын. Ресторанға келдім мен той жүргізуге. Себебі ол менің сүйіктісім. Вообще қошақ па? Азу тісі жоқ асабамын. Азулы асаба деген атақты бердім сендерге, айналайындар, алыңдар. Қазақтың тойы өтірікпен жалғандықтан құралады. Әкесі мен анасы ажырасып кеткен, сол той үшін ресторанда тұр. Үлкен балдар сотталып кеткен. Екінші баласы ажырасып екінші рет үйленіп жатыр. И то аяғы ауыр болып қалды. Жеті оқитын қыздарым мойнында пәтер өкпе сыртта темекі шегіп жүр. Асаба тұрып, ардақты ағайын, алдарыңызда Алталашқа үлгі болатын отбасы. Не үлгі айтшы ма? Қай жер үлгі? Ажырасқан үлгі ма? Сотталған үлгі ма? Еще ана отбасыда кәдімгі ұялмай бір-бірді киім киіп алады ғой кәдімгі. Ештеңе болмай жатқан сияқты отбасыларында. Асабалар, шындықты айтыңдар. Ардақты ағайын, менің жағам кір-кір. Шындық. Ардақты ағайын, бағанадан бері той иелерін әке ана деп жатырмын, бірақ та олар менің әкем мен анам емес. Ардақты ағайын, осы тұрғанда мен ішін тартып тұрмын бар ғой. Шындық. Иташаристер, иташар не қылып жібергенсіңдер? Бір сөзді мың рет қайталап кәдімгі сызылып қалған ескі сияқты. Нағашыларға естідік айналайын. Нағашыларға бір сәлем. Жем бөлесе үйде жүргенде болса сөйлесің ба? Тамақтайын ба? Дайын. Жеп алайық онда. Видео құрттар, түсірген тойлардың видеосын уақытылы қайтарыңдаршы бар ғой. Әлде заказ алғанда айтыңдар, апа мен ойыңызды түсіп берем, но қайтармайым деп. Не бітпейтін 2 айлық монтаж сендерде? Голливудтың киносын монтаждап отқан жоқсыңдар ма? Ақжүніс пен Еркіннің тойына не монтаж керек? Жалға да бер, болды. Мен жүргізген тойда үнемі бірақ харизмасы жоқ. Жігіт жолдас жүреді, құда бала. Ана жігіт жолдас не сталба, не ағаш, не бәрібір. Тосың тойын көтересің ба? Иә, көтерем. Тосың қандай адам? Жақсы. Сүйікті ойыншығың қандай? Робот. Не жыл бұл дос болып жүргендеріңе? 10 жыл бойы саған шыдап жүрген досыңа да әңгіме жоқ. Сүйетін, сезімі бар қызға махаббатын қалай білдіреді екен? Жаным, мен сені сүйем. Менің өмірлік жарым боласың ба? Таңнан кешке дейін осылай көңілім көтеріп жүргенін қалайым. Жоқ, неге жоқ? Менен қандай кемшілік көріпсің? Сен тұнып тұрған кемшіліксің айналайын. Сенің екінші атың кемшілік бар ғой. Харизмасы 150% болған құдаша құрбыңыздың тойын көтересі бә? Я, несі керек? Шамал жабыспай әртіш бар ғой. 50%-іңді мына жігіт жолдасқа бересің бе? Өшейін деп жатыр ғой. Мен алмайым. Бітпейтін би жарыс бар ғой. Жастар жағынан жастық шағын қия алмай жүрген 30 жастағы әйел шығады. Көлігі мінжерінен айырылып кеткен. Арқасы ашық. Әкесі мен құрдасы 60 жастағы адаммен бейт жібереді оған шығады деген. Осы қыз соңында сөз сөйлегенде, ал енді 2 жас мен сендерге салиқалы ұрпақ тілеймін. Мен сияқты бүйтіп жүрмесін. Салиқалы ұрпақ. Солих деген сөз аузыңнан қалай шығып тұрсың?
Өзің сондай болып ал, бірінші сосын айт. Ойда ат ата алмай қалатын адамдар болады ғой. Барлығының аты компьютердің шрифтімен жазылса, именно оның аты ручкамен жазылатын. Бір Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сыйлығына ат жазылмай қалғанда айқай шығарады ғой. Той иелісіне барып айқайлап, ол барып асабаға айқайлап, асаба не айтам, ас қайтарып, үйіне жіберейін деп тұрған адамдардың ортасынан екісіге сөз беріп, сөйтіп ұрысып қырылып шыққан көрінде бір жөні бар әңгіме етпейді ғана екеуі. Екі жас бақыт тілеймін, бақыт жеңгелерің қосылады, сыйлығымыз 10 000 теңге. Сен осы үшін шықтың ба бағандан бері? Ұрысып қырылып, сен жоқ дегенде Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін айту керексің айқайдан кейін. Шәкәрімнің 3 өлеңі 2 би 1 салты сыйлыққа жылқы бересің сосын. Күлмесең де күлмеңдер маған бәрі. Сол, не жағын көздеріңде? Ойға өте салғырт қарайтын адамдар болады ғой, джинс емей футболкамен келетін. Тойдың ортасында жақын маңындағы магазинге бар кары ұлшып демалып жүретін өзіміз бар. Қызық емес анаған той. Жан достың тойында официантқа ғашық болатындар бар. Өзі тойда ойы басқа жақта. Тамақ ішіп отырса да официант қарап кәдімгі. Екінші күні қазақша жазып Инстаграмға әйгерім деп жазып, Инстаграм 600 000 әйгерім шығарып оған. Әр қайсысына кіріп анау. Бір әйгерімге кірсе 55-тегі әйгерім болып, екіншісі Қырғызстандағы әйгерім, үшіншісі қайтыс болған әйгерім шығып, сосын қоятын анау. Қайдан болсын, официанттардың мына жерінде өтірік атып жаттыратын. Сол, не жаңалық басқа? Кім бір жерің ауырып отыр ма? Мектепте өзінің әдебиет оқитын көрсететін балдар болады ғой, кәдімгі сөз сөйлегенде. Қуаныш қалқып ұшқан қауырсындай, қайғы мұң қаптаған самырсындай. Қайғыда, қуанышта бәр өзіңнен. Жастар, сендер қандай болсаңдар, өмір сондай. Мынаны Мұқағали Мақатаев көрсе, бауырым сен артық кеттің дейді. Мен мұндай жерде әңгіме етпеймін бар ғой. Ақшаны берем деймін, үйге кететін едім мен бар ғой. Сөз сөйлей алмайтын балдар болады, бір 32 бос шықса, 32-ші болып артта жүретін. Арқасы колонкаға сүйеніп жүреді ғой. Қышқыр шығып кеткен көтере береді ана дейтін. Фотоға түссе, өкшесімен көтеріп түседі, бойы жетпейтін. Алло, кім? Айыр. Өкшесі көтеріп тұратын ана бар ғой. Сол фотоны 1000 теңгеге сатып алады, үші алмай. Сол, негізі мен асабаларға ұрынып, оларға естіп әзілдемеймін, себебі оларды сол сала арқылы отбасыларын асырап, нандарын тауып жүр ғой негізі шынымен де. Кім асабама шапа ұрып отқан? Ұрынуға болмайды оларға. Иә, енді әзілдері өтпейді, не істейсің енді? Оу. Костюмдарды не в тему? Түрлерді жағымсыз да, солардың да. Әдемілері бар тамадалардың ішінде. Нақты кім ол? Атын айтшы маған. Жоқ мені. Маған негізі ешқандай асау ұнамайды. Бір ғана асау бар, өнерін мойындаймын. Сөз саптау өте керемет, ол Ерген Ақмырза біздегі. Айт-айт қоймады болсын бар оны. Көрейік ал осыдан кейін заказ түссе бар ғой. 8-747-639-83-43. Бұл мен номерім. Сіздің тойда кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет, Темірланға құрмет қошеметтеріңіз достар. Молодец. Майкл Джексон бірінші кісі сияқты жүрген. Бүгінгі стендап жақсы өтті дегендер оң қолымызды көтерейікші. Құрметті достар, бізде асабамыз атак. Біздің ставкада кішкене қымбатырақ. Айтам, Темірланға шапалақтарыңыз қаттырақ. Құрмет қошеметтеріңіз Темірланға.
Рахмет, құрмет достар. Осымен біздің стендапымыз тәмамдалды. Құрметті YouTube аржағында көріп отырған көрермен. Комментарий жазыңыз, каналға тіркеліңіз, және де шетінде тұрған Қытай